Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 49-шы сабақ, нәтиже сабақ, мен не үйрендім деп аталады. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Сөз сарына саяхат кітабынан алынған. Тапсырма бойынша мәтінге ат қой, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз деген екен. Мәтінге сабақ деген ат қоюға болады. Келесі, сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Сабақ сөзінің екінші мағынасы қандай? Сенің сабағың қай уақытта басталады? Екінші жаттығу, жұмбақты шеш және оны көшіріп жаз. Антонимдердің астынсыз. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Тысырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Жұмбақтың жауабы мысық. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап, тиісті белгімен белгіле. Үшінші жаттығу, берілген тақырыппен тірек сөздерді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Тақырып кітаптар мұңы. Тірек сөздер: жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу, кітапханашы. Кітаптар мұңы. Жыл соңы болды. Мектеп кітапханасына кітаптар тапсырылды. Жыл басында барлық балаларға су жаңа кітаптар берілген болатын. Беттері шимай, жыртылған кітаптар мен сызылған кітапшалар кітапханашыға мұңдарын шақты. Төртінші жаттығу, берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастыр. Бесінші жаттығу, сөздерді оқы. Бәрі түбірлес сөз бола ала ма? Тек түбірлес сөздерді теріп жаз. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле. Балалар, бұл жерде барлығы түбірлес сөздер бола алмайды. Міне төменге түбірлі сөздерді белгілеп қойдым. Дәптерлеріңізге қатесіз көшіріп жазып алсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.